жүргізу тәртібі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан Алтын Алмас АК пустынная КБК жұмыс жобасы долина және пустынная кен орындары аумағында орналасқан Алтын Алмас АК долина және пустынная кен орындарындағы шығыс материалдарының қоймасы ескере отырып және Алтын Алмас АК Пустынная алтын өндіру фабрикасы нөмір 3 халық қоймасын қайта жаңарту және пустынная кен орнының қорларын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары орындалған жобаның күнделікті Алтын Алмас АК пустынная ЗИФ нөмір 2 диірменінің бастапқы ұнтақтау корпусын және рельефтік желісін салу жұмыс жобасын әсер ету экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар рұқсат етілген шығарылымдар нормативтерінің жобасы қалдықтардың басқару бағдарламасы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қоршаған ортаны қорғау бөлімі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары бойынша ашық отырыс арқылы өтетін қоғамдық тыңдаулар өткізу күні 22 қазан 2025 жыл сағат 15:00 құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар, қайырлы күн. Қоғамдық тыңдаулар АК Алтын Алмас Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан Алтын Алмас АК пустынная КБК жұмыс жобасы долина және пустынная кен орындары аумағында орналасқан Алтын Алмас АК долина және пустынная кен орындарындағы шығыс материалдарының қоймасын ескере отырып және Алтын Алмас АК пустынная алтын өндіру фабрикасы нөмір 3 халық қоймасын қайта жаңарту және пустынная кен орнының қорларын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары бұрын орындалған жобаны түзету Алтын Алмас АК пустынная ЗИФ нөмір 2 диірменінің бастапқы ұнтақтау корпусын және резервтік толықтыру желісін салу жұмыс жобасын әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы қалдықтарды басқару бағдарламасы өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қоршаған ортаны қорғау бөлімі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары бойынша мүдделі ашық жиналысы арқылы бастаймыз. Экологиялық кодексінің 73 бабының 11 тармағында және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен жергілікті атқарушы орган өкілімін және жиналысқа төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылардың қоғамдық тыңдаулардың хатшысы сайлауы және қоғамдық тыңдаулар регламент бекітуі қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Жақсылықов Сымбат Тілекович сайлауға ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіз. Жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен хатшы сайланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізудің мынандай регламент ұсынылады. Баяндамашының сөз сөйлеуі 30 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау,
қоғамдық тыңдаулар тақырыбы бойынша сұрақтар мен жауаптар 30 минутқа дейін. Сөз сөйлеу немесе сұрақ қою ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолдарыңызды көтеріп, өзіңізді хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережелерін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудиожазба жүргізіліп жатқан хабарлаймын. Сөз баяндамашы жобалаушы Ерім Даниярға беріледі. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Алтын алмас акционерлік қоғамы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан Пустынный кен байыту кешенінің жұмыс жобасына арналған экологиялық рұқсат алу материалдарын ұсынуда. Жоба құрамына келесі объектілер кіреді. Долинная және Пустынный кен орнындағы шығыс материалдарды қоймасын ескере отырып, жүргізілетін тау-кен жұмыстары жоспары бұрын орындалған жобаны түзету. Пустынный алтын өндіру фабрикасының номер 3 қалдық қоймасын қайта жаңғырту. Пустынный ЗИС номер 2 диірменінің бастапқы тоқтау пункті мен резервтік толықтыру желісін салу жобалары. Жобалық құжаттамаға келесі экологиялық бөлімдер тіркей әзірленді. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Бүгінгі тыңдауда біз осы материалдардың мазмұнын, жоспарланған іс-шаралардың қоршаған ортаға ықтимал әсерін және оны азайту іс-шараларын талқылаймыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу негіздемесі. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу барысында қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Сонымен қатар, мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу қағидаларының 3 тармағына сәйкес бірінші және екінші санаттағы объектілердің құрылысы мен пайдалануға берілуіне арналған жобалық құжаттама, сондай-ақ экологиялық рұқсаттарды алу үшін әзірленетін өзге де жобалар міндетті түрде мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады. Осыған байланысты бүгінгі қоғамдық тыңдау Алтын алмас акционерлік қоғамының жобасына экологиялық рұқсат алу мақсатында өткізіліп отыр. Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер. Жұмыс субъектісі Алтын алмас акционерлік қоғамы. Кәсіпорын негізгі қызметтері құрамында алтын бар кенді өндіру және өңдеу. Пустынный кен орны әкімшілік тұрғыдан Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан. Жоспарланған жұмыстар. Жобаның мазмұны. Пустынный кен орнының қорларын игеру жоспарын бұрын әзірленген жобалардың қолданыстағы Пустынный кен байыту кешенінің өндірістік объектілерін ескере отырып түзету болып табылады. Жобаны іске асыру шеңберінде келесі жұмыстар көзделген. Пайдалы қазбаларды өндіруші ашық және жер асты тәсілдермен жүргізу, кен орнын ашу және даму жүйесін жүзеге асыру, тау-кен күрделі және тау-кен дайындық жұмыстарын орындау. Жобаның негізгі мақсаты кәсіпорын қызметінің қоршаған ортаға әсерін реттеу және бірыңғай экологиялық рұқсат алу болып табылады. Пустынный кен орны Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында Балқаш қаласынан шығысқа қарай шамамен 100 км қашықтықта орналасқан. Теміржол қатынасы бойынша ең жақын бекет Ақжайдақ станциясы. Ол кен орнынан солтүстікке қарай 15,7 км қашықтықта орналасқан. Географиялық тұрғыдан ең жақын су айдындары Тоқыра өзені кен орнынан батысқа қарай шамамен 65 км қашықтықта, Ашықөзек кен орны шығысқа қарай 43 км жерде. Балқаш көлі оңтүстікке қарай 17 км жерде орналасқан. Кәсіпорын орналасқан жері Пустынный кен орнына автокөлікпен қатынау Балқаш қаласынан грейдер жолы арқылы оның бір бөлігі асфальт төселген жолмен, ал қалған бөлігі тегіс топырақ жолмен грейдермен жүзеге асырылады. Сондай-ақ Ақжайдақ теміржол станциясына дейін қатынаста грейдер жолы арқылы қамтамасыз етіледі. Пустынный кен орнының тау-кен бөлу алаңы
15 тамыз 2022 жылғы номері 1404 ТПИ актісіне сәйкес 1,726 шаршы километрді құрайды және белгіленген координаттармен шектеледі. Бұны көрсетілген сайтта координаттар орналасқан жері. Келесі сайт. Санитарлық қорғау аймағы және ластаушы заттардың таралуын есептеу. Объектілердің санитарлық қорғау аймақтарында қойылатын санитарлық эпидемиялық талаптар Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің міндетін атқару үшін 2022 жылғы 11 қаңтарындағы номері ТР ДСМ бұйрығымен бекітілген нормаларға сәйкес айқындалады. Аталған құжаттың 3-ші бөліміне сәйкес кен және кен емес қазбаларды өндіру объектілері үшін санитарлық қорғау аймағы нормативтік мөлшері 1000 метр болып белгіленеді. Сондай-ақ 11 қаңтар 2022 жылғы санитарлық ережелердің 43-ші тармағына сәйкес, егер бірнеше өндірістік объекттер бір аумақтық кешенге біріктірілсе, онда атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жиынтық шығарындылары мен физикалық әсерлерін ескере отырып, бірыңғай санитарлық қорғау аймағы белгіленеді. Осы талапқа сәйкес пустынный өндірістік учаскесі үшін санитарлық қорғау аймағының бірыңғай мөлшері 3000 метр болып қабылданған. Келесі. Жүргізілген есептеулер мен талдау нәтижелері бойынша атмосфералық ауаға әсер ету деңгейі пустынный кен орнының тау-кен жұмыстарының жоспары шеңберінде бағаланды. Жобада ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған ластау көздерінің саны келесі кезеңдер бойынша анықталды. Көрсетілгендей, 25 жылы 84 ұйымдастырылған және 190 ұйымдастырылмаған көздер. 26 жылы 80 ұйымдастырылған және 197 ұйымдастырылмаған көздер. 27-28 жылдары 80 ұйымдастырылған және 188 ұйымдастырылмаған көздер. 29-34 жылдары 77 ұйымдастырылған және 182 ұйымдастырылмаған көздер бар. Атмосфераға шығарындылар жалпы көлемі 25-34 жылдарға есептеліп, төмендегідей мәндерге ие. Мұны көрсетілгендей, 25 жылы 1688 тонна, 26 жылы 2236 тонна, 27 жылы 2194 тонна, 28 жылы 2333 тонна, 29 жылы 2080 тонна, 30 жылы 2106 тонна, 31 жылы 2106, 32 жылы 2108, 33 жылы 2109, 2034 жылы 2070 тонн жыл шығарындылар жоспарланып отыр. Жүргізілген модельдеу нәтижелері бойынша атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрациялары асырылмайды. Яғни, жобаланған шығарындылар қоршаған орта үшін қауіпсіз деңгейде қалып отыр. Келесі слайдқа көшеміз. Қалдықтарды түзілу нормативтері мен лимиттері. Пустынный кен орнын игеру барысында 25-34 жылдарға арналған нормаланатын кезеңде өндірістік және тұтыну қалдықтарының 79 түрі түзіледі деп болжануда. Олардың ішінде қауіпсіз қалдықтар 46 түр, қауіпті қалдықтар 33 түр. Ашылған жыныстардың жер қыртысынан алынған бос жыныстар үйіндіге қойылатын көлемі келесідей болады. Көрсетілгендей, ашылған жыныстардың көлемі 25 жылы 4.134.964 тонна, 26 жылы 10.859.153 тонна, 27 жылы 5.095.644 тонна, 28 жылы 777.364 тонна, 29 жылы 151.653 тонна, 30 жылы 66.673 тонна, 31 жылы 62.626 тонна, 32 жылы 70.945 тонна, 33 жылы 80.452 тонна, 34 жыл 26.242 тонна құрайды. ЗИФ қалдық қоймасына 25-34 жылдар аралығында шамамен 6 миллион тонна қалдық орналастыруы жоспарланып отыр. Өндіріс барысында түзілетін кейбір қалдықтар кәсіпорын ішінде қайта пайдаланылады. Мысалы, жолдар мен өндірістік алаңдарды жөндеуге, қалдық қоймаларын нығайтуға, карьерлердің рекультивациялау жұмыстары үшін қолданылады. Тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес ашу қоймасында тек ашу жұмыстары мен бұрғылау қалдықтарын көму көзделуде. Қалған қалдықтар тиісті шарттар негізінде арнайы лицензиясы бар ұйымдарға өткізіледі. Келесі слайд. Сумен жабдықтау және су бұру.
сумен жабдықтау, пустынный кен байыту кешенінің технологиялық және шаруашылық қажеттіліктері қамтамасыз ету көзі пустынный кен байыту комбинатының жинақтаушы болғаны болып табылады. Ауыз су қажеттіліктері автокөлікпен жеткізілетін көтеркедегі сумен қамтамасыз етіледі. Арнайы су пайдалану мақсаты шаруашылық, ауыз су және өндірістік техникалық сумен жабдықтау. Арнайы су пайдалануға рұқсат көрсетілгендей номері КЗ 49 ВТЕ 0022 3765 берген күні 8 ақпан 24 жыл. Суды бұру. Шаруашылық тұрмыстық сатынды сулар қолданыстағы кәріз жүйесі арқылы пустынный кен байыту комбинатының тазарту құрылыстарына бағытталады. Бұл сулар жергілікті тазарту құрылғыларында тазартылып, кейіннен айналымдағы сумен жабдықтау жүйесіне қайта пайдалану үшін қалдық қоймасына жіберіледі. Алтын өндіру фабрикасының технологиялық схемасында айналымдағы сумен жабдықтау жүйесі қарастырылған. Яғни су ресурстарын пайдалану толық тұйық цикл бойынша жүзеге асырылады. Пайда болған кульпа қалдық массасы қалыңдатқыштарға жіберіліп, кейін қалдық қоймасына сақтауға бағытталады. Жаңа суды тұтынуды азайту мақсатында кәсіпорында қалдықтарды қоюлату және сүзу арқылы суды қайта айналымға қайтару технологиялары енгізілген. Су объектілеріне немесе жер бедеріне сатынды сулардың ағызуына жүзеге асырылмайды. Келесі слайд. Өндірістік экологиялық бақылау. Пустынный кен байыту кешенінде өндірістік экологиялық бақылау арнайы бекітілген өндірістік экологиялық мониторинг бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Бағдарлама келесі бағыттар бойынша бақылауды қамтиды. Атмосфералық ауаға әсерді бақылау. Кәсіпорынның көздері мен санитарлық қорғау аймағы шегінде ауа сынамаларын алып, талдау жүргізіледі. Бақылау жиілігі 90-на 1 рет. Су ресурстарына әсерді бақылау. Жер үсті және жер асты суларының сапасын мониторинг жүргізу. Сынамаларды алу жиілігі 90-на 1 рет. Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды бақылау. Түзіленетін қалдықтардың есебі мен қозғалысы тұрақты түрде жүргізіледі. Топырақ жалынғысын жай-күйін бақылау. Кәсіпорын аумағында топырақ сынамаларын алып, құрамына талдау жасалады. Жиілігі жылына 1 рет. Өсімдік жамылғысын мониторингі. Кәсіпорынның әсер ету аймағындағы өсімдік қабатының жағдайын бақыланады. Жиілігі жылына 1 рет. Радиациялық фонды бақылау. Аумақтың радиациялық қауіпсіздік деңгейін өлшенеді. Жиілігі жылына 1 рет. Барлық экологиялық бақылау нәтижелері есептік құжаттарда тіркеліп, уәкілетті органдарға ұсынылады. Келесі слайд. Табиғатты қорғау шаралары. Атмосфераны қорғау жөніндегі шаралар. Тау-кен жұмыстары кезінде атмосфералық ауаға әсерді азайту мақсатында келесі шаралар көзделген. Құрғақ және жегді ауа райында жол жабындарын сумен ылғалдандыру арқылы тозаңдану таралуын болдырмау. Техника мен механизмдерді профилактикалық тексерулерден және уақытылы жөндеулерден жүргізу. Персоналдардың еңбек қауіпсіздігі және экологиялық талаптар сақтау бойынша нұсқаулықтарды қатаң орындау. Технологиялық жолдарды реагенттерді қолдану арқылы шаңдасу. Атмосфераға шығарындыларды төмендету үшін жабдықтардың техникалық жағдайын тұрақты бақылауда ұстау. Жер асты суларын қорғау жөніндегі шаралар. Сарқынды суларды қабылдау және бұру жүйесін техникалық жарамды күйде ұстау. Жер асты суларының ластануына жол бермеу мақсатында олардың сапалық және сандық көрсеткіштерін тұрақты бақылау. Жер асты суларының пайдалану көлемін есепке алу және арнайы су пайдалану рұқсатының талаптарын сақтау. 13 слайд. Топырақты қорғау жөніндегі шаралар. Өндірістік алаң аумағында бос жұмыстар мен рудалар мен құрылыс және тұрмыстық қалдықтар мен ластануға жол бермеу. Қалдықтарды арнайы контейнерлер мен қоқыс жәшіктерінде жинауды ұйымдастыру. Жиналған қалдықтарды келісімшарт негізінде арнайы рұқсат берілген полигондарға шығару және залалсыздандыру. Топырақтың бұзылуын болдырмау және жер ресурстарын ұтымды пайдалану мақсатында аумақтық тазалығын тұрақты бақылау. Қалдықтар мен жұмыс істеу жөніндегі шаралар. Қалдықтар мен әртүрлі түрлерін бөлек жинау жүйесін енгізу. Қалдықтарды келісімшарт негізінде мамандырылған ұйымдарға тапсыру.
пайдаланылған және бұзылған жерлерді қалпына келтірудің техникалық кезеңін жүргізу. Оның ішінде аршу жұмыстары мен жол құрылысы мен карьерлерді тегістеу үшін пайдалану, қалдықтардың түзілуін, жиналуын, тасымалдауын және кәдеге жаратуын тұрақты бақылау, қалдықтарды арнайы алаңдар мен контейнерлерге 6 айдан аспайтын мерзімге уақытша сақтау, одан кейін шарт бойынша кәдеге жарату. Келесі слайд. Санитарлық гигиеналық шаралар. Санитарлық қорғау аймағында және объектінің ықпал ету аймағының шекарасында өндірістік бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік санитарлық шаралар, дезинфекция, дезинсекция, дератизация тұрақты жүргізу. Қызметкерлерді арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету. Өндірістік ғимараттарда жергілікті желдету жүйелерін, шуды сөндіргіштер орнату арқылы еңбек жағдайын жақсарту. Қызметкерлерге алдын ала және мерзімдік медициналық тексерулер өткізу. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау шаралары. Жануарлар әлеміне әсерді барынша азайту және олардың тіршілік ету ортасына сақтау мақсатында табиғатты қорғау шараларын жүзеге асыру. Көлік қозғалысын тек бекітілген жолдармен шектеу. Жануарлардың табиғи мекендеу аймақтарын бүлдірмеу. Өсімдік жамылғысын сақтау және бүлінген аумақтарды табиғи қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізу. Құрылыс және тау-кен жұмыстарын аяқталғаннан кейін жерді рекультивациялау, табиғи ландшафтты қалпына келтіру. Сирек және қорғауға алынған түрлердің мекендеу аймақтарын қорғау және мониторинг жүргізу. 15-ші слайд. Жобаны іске асырудың балама нұсқалары және негізгі нұсқаны таңдаудың негіздемесі. Объектіні орналастырудың балама нұсқаларын қарастырылмаған. Себебі кен орнын игеру аумағы бекітілген тау-кен бөлу шегінде орналасқан. Тау-кен бөлудің Қазақстан Республикасының энергетика және минералдық ресурстар министрлігі, геология және жер қойнауын пайдалану комитеті мен Қазгеоақпарат республикалық геологиялық ақпарат орталығы алтын бар кендерді өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығы бере отырып айқындалған. Тау-кен бөлудің шекаралары баланстық қорлардың орналасуына сүйене отырып анықталған және барлық қорлар осы контур шегінде шоғырланған. Балама орналастыру орындарын қарастыру мақсатқа сай емес. Өйткені көзделген қызмет алтын-алмас акционерлік қоғамының жұмыс істеп тұрған Пустынный кен орны аумағында жүзеге асырылады. Осылайша жобаны іске асырудың негізгі нұсқасы ретінде Пустынный кен орнында өндірістік жұмысты жалғастыру қарастырылған. Бұл нұсқа кен орны бар инфрақұрылымды тиімді пайдалану мүмкіндік береді. Қосымша жер ресурстарын тартуды және табиғи аумақтарды бұзуды болдырмайды. Экологиялық және санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес келеді. Жер қойнауын тиімді және қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз етеді. Жоғарыда аталған факторларды, сондай-ақ кен орнының геология және техникалық ерекшеліктерін ескере отырып, Пустынный кен орнында жұмыстарды жүргізу экологиялық және технологиялық тұрғыдан оңтайлы әрі қауіпсіз нұсқа болып табылады. Назарларыңыз үшін рахмет. Құрметті қатысушылар, сіздерге Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында орналасқан алтын-алмас Пустынный КБК жұмыс жобасы Долина және Пустынный кен орындары аумағында орналасқан алтын-алмас Долина және Пустынный кен орындарындағы шығыс материалдарының формасы ескере отырып және алтын-алмас Пустынный алтын өндіру фабрикасы нөмір 3-ші қалдық қоймасын қайта жаңарту және Пустынный кен орындарының қорларын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары бұрын орындалған жобаны түзету. Алтын-алмас Пустынный ЗИП нөмір 2 диірменінің бастапқы ұйтақтау корпусын және резервтік толықтыру желісін салу жұмыс жобасын әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар рұқсат етілген шығарындылар нормативтердің жобасы, қалдықтардың басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары құжаттамасы ұсынылды. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың
сапасы туралы оларды түсінудің толықтығы мен қолжетімді тұрғысынан жалпы пікір айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулар өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандар үшін рахмет. Evet, жолда Рахмет, сау болыңыздар.